Алматы қаласындағы ең қымбат тұрғын үй кешендерінің бірі. Күнде шамамен 300 квадратта істеп жатыр екен. 1 шаршы метр квадраттың өзі черновой отделкада бір агрегаттың бағасы шамамен 2 миллионға таяды екен. Қолмен араластырып, оны лақтырып салып жатқан жоқ. Бұл жігіттер агрегаттың көмегімен 15 минуттың ішінде жабысады. Айдалада бір ауылдарда көрдім, соның жолдың шетінде үйіліп тұрған цементте, гипста жылу ұстайтын материал жетпейді. Ол агрегаттан не болды қазір қайда? Бізде керек емес қой. Күніге 300 квадрат метр штукатурка жасап жүр екен, 400-450 теңгенің айналасында табыс табатын болса керек. Құлаққа бір жақсы наушник керек сияқты, және Қайрат Нұртастың бір жақсы өлеңдері болса. Тіпті смес пайдаланып көрген, ішінде ең ұнаған осы смес болған. Алматы қаласындағы ең қымбат үйлердің тұрғын үй кешенінің бірінде біздің Қазақстанда жасалған алғашқы штукатурный станциямыз Окси G3 жұмыс істеп жатыр. Строительдердің жұмысы сөзбен емес, іспен бітеді. Ендеше іске көшейік, жұмысты бастайық. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Бүгін біз BI группының үлкен Аль-Фарабидің бойында салынып жатқан объектісіне келіп отырмыз. Бұл жерде біздің штукатурный станциямыз жұмыс істеп жатыр. Бір қызығы, бұл объект Алматы қаласындағы ең қымбат тұрғын үй кешендерінің бірі. Бұл жердегі 1 шаршы метр квадраттың өзі черновой отделкада бір агрегаттың бағасы шамамен 2 миллионға таяды екен. 1 квадрат метр бір агрегат болып тұрған. Бұл жерде сіздерге көрсететін жұмыстың мысалы қызыл кірпішпен қаланған жерлер бар, газоблокпен бар, сосын мынандай бетон қабырғалары да бар екен. Барлығына да осындай гипсовый штукатур қолданып жатыр. Жалпы қазір жұмысты бастап процесте сіздерге көп ақпараттар айтатын боламын осы гипсовый штукатурка туралы. Строительдердің жұмысы сөзбен емес, іспен бітеді. Ендеше іске көшейік, жұмысты бастайық. Осы жерде 4 жігіт жұмыс істеп жатыр екен, осы штукатурный станциямен. Бұл жігіттерден сұрап едім, минусы бар ма деп, агрегаттың ешқандай минусы жоқ дейді. Күнде шамамен 300 квадратта істеп жатыр екен. Қазір осы қабырғаны бастап жұмыс істейік. Бүгін сіздерге штукатурка туралы біраз информациялар айтатын болсам, ақпарат. Жалпы гипсовый штукатурка қазір өте кең таралып жатыр. Үлкен осындай тұрғын үй кешендерінің барлығы 100% дерлік осындай гипс сылақтармен сыланып жатыр. Бұның жеке секторларда көп қолданылмауының себебі толық ақпараттың жоқтығы деп ойлаймын. Мысалға, көп нелерде базарларда болсын, жалпы Ротбунд жаңағы сосын Алинекстің сместері таралып кеткен. Мен өткенде айдалада бір ауылдарда көрдім, соның жолдың шетінде үйіліп тұрған. Онда 3000 теңгелік сместерді ол ауылдарда мен ойымша өте қымбат. Сол үшін адамдарда түсінік қалыптасқан, гипс қымбат болғаннан кейін алып қолданғысы келмейді. Ал осы жерде қолданып жатқан сместің бағасы бір қабы 1200 теңге тұрады, бірақ сапасы жаңағы Ротбундтан кем емес. Тіпті бұл кісілер жақсы деп мақтап отыр. Бұның артықшылықтары, гипсовый сместің артықшылығы цементтің песчаныйға қарағанда. Бұл біріншіден ақ түсті көріп отырсыздар, аппақ. Бұның бетіне жұқа слой жақсаңыздар да, ол дайын болып кете береді, бірден жұқа слой жағып кете бересіздер. Ливкас эконом болады. Ал егер цементтің песчаный болса, оның бетіне құм ірі болғаннан кейін оны жабу үшін ливкас көп расход кетеді. Оның жалпы бағасын қайсы тиімді екенін білу үшін кішкене тереңірек кіріп зерттеу керек болады. Мұнан бір қабы 1200 теңге болса, цементті песчаныймен бір қап қаншаға түседі сізге. Сосын оны жаққаннан кейін ливкасты қанша расход жасайсыз, 1 квадрат метрге қанша ливкас екеуіне айырмашылығын солай санасаңыздар. Сосын бұл дайын смес болғаннан кейін бұның жұмысының бағасы арзандау болады. Мысалға, цементті песчаныйды сіз құмын бөлек, цементін бөлек түсіріп жұмысшыға істететін болсаңыз, онда жұмысшы оның бағасын мысалға 1500-2000 теңге болуы мүмкін квадрат метрі, шамамен айтып отырмын. Ал дайын смес әкеліп берсеңіз, ол 1000 теңгеден бастауы мүмкін. Және де мен өткенде бір Қырғызстандағы бір нені көрдім, немецкий агрегатпен жаңадан бастап істеп жатыр екен. Ол жігіттер гипстік сылақ цемент песчаныйға қарағанда, цемент пен құмға қарағанда жылы болады деп айтты. Негізі ол жағын мен сене алмаймын, өйткені бұл жылу ұстайтын материалға жатпайды. Цементте, бұл гипста жылу ұстайтын материалға жатпайды.
жылуды үйден сыртына қаптайтын жылу оқшаулағыш материал ұстайды. Тағы қандай артықшылықтарын айтуға болады. Бұл қапта жүретін болғаннан кейін жерге төгіп шашылып расход болмайды, артық шығын болмайды. Бұл да қаппен түсіріп тасымалдауда оңай болу керек негізі. Сосын шелекке салып миксермен араластырып шаша береді ғой. Ал егерде осындай үлкен құрылыс нысандары болса, онда сіздерге міндетті түрде штукатурный станция керек болады. Қазір жігіттер дайындап болып қалды. Күніге 300 квадрат метр штукатур жасап жүр екен. Біреудің ақшасы санамай қойық, шамамен сонда да бір 400-450 мың теңгенің айналасында табыс табатын болса керек. Ал елімізде қазір өздеріңіз білесіздер, құрылыс саласы өте қарқын жүріп жатыр. Осындай құрылыс объектілеріне адам жетіспей жатыр. Соның барлығын толықтыру үшін оның орнын әрине осындай агрегаттар оборудование басу керек деп ойлаймын. Қазір әсіресе бір өз заман сондай неге кетіп жатыр, инфобизнес, жастар бір компьютерде отырып, креслода отырып жұмыс істегісі келеді барлығы. Қазір жастардың арасында осындай ауыр жұмысқа, құрылысқа баратындар өте аз. Соның жемісін біз нәтижесін келесі жылдары мүмкін осы жылдың өзінде сезініп қалуымыз мүмкін. Қазірде енді әсер етіп жатыр ғой. Қара жұмысқа адамдар жеткіліксіз болады. Бір кезде жаңағы компьютер білетін, тіл білетін адамдардың тапшылығы болған кезде олардың сұранысы артқанымен қазір керісінше ептеп осындай қара жұмысқа деген сұраныс арта беретін болады. Қара жұмыс дегенде қолға күрек ұстап жер қазу емес, бұны да ақылмен, оборудованиенің көмегімен осындай істеп үлкен жұмыстарды жылдам бітіріп мол табыс табуға болады. Өздеріңіз көріп отқандай артымызда штукатурканың жұмысы жүріп жатыр. Жаңа қолмен араластырып, оны лақтырып салып жатқан жоқ. Бұл жігіттер агрегаттың көмегімен әжептәуір жылдам істеп жатыр. Бір осы 15 квадраттың үстінде болған шығар, 20 квадратқа таяқ болды. Осын бір 15 минуттың ішінде жабып тастады. Қазір енді бетін бір тегістеп жүрсе, сонымен бұл дайын болады. Ары қарай осын астын жағасыңдар ма, жоқ келесіне кете бересіңдер ма? Келесін жүре береді. Мынау кепкеннен кейін бар, асты үстін кеппей тұрып істей бересіңдер, асты үстінде. Сәл кепкеннен сияқты асты мен үстін. Жаңа мен де өздеріңіз видеода көргендей пистолетпен шашып көрдім. Үзіп шашып жатыр, арасында ауа үрлеп жатыр. Оны бұл жігіттер айтады, біраз уақыт жұмыс істегеннен кейін, осы комнатадан біткеннен кейін келесі комнаталарда ол үзбей шашып кетеді дейді. Оның себебі не екенін түсінбедік енді. Сосын жұмыс өнімділігі бұл жігіттерге ұнап жатыр, жеткілікті дейді осы өнімділік. Бірақ келесі біздің агрегаттарымызда қозғалтқыштың қуаты 5,5 киловатт болады. Жұмыс өнімділігі қазір минутта 22 литр айдап жатыр екен. Ол кезде 30 литрдің үстінде болатын болу керек, 30 литрдің үстінде болу керек. Өйткені двигательдің қозғалтқыштың қуаты үлкен, сосын обороты көбейді, соған сәйкесінше өнімділігі 30 литрдің үстінде болмақ. Және түсінгенім, пистолет ұстап шашып тұрғанның ешқандай қиындығы жоқ екен, тек құлаққа бір жақсы наушник керек сияқты, және бір Қайрат Нұртастың бір жақсы өлеңдері болса. Бұл смес айтпақшы, бағасы қолжетімді арзан болғаны, бұл отандық өнім өзімізде шығады, Қазақстанда шығады осы смес. Бағасы қолжетімді және де сапасы жақсы болғандықтан осында пайдаланып жатыр. Бұның алдында басқа қымбат сместерді пайдаланып көрген, атын айтпай қойын, бірақ өздеріңіз де біліп отқан шығарсыздар. Сол смес жарылып, кейде қопарылып түсіп қалған жағдайлар болған. Сол үшін 4-5 смес пайдаланып көрген, ішінде ең ұнаған осы смес болған. Бұл жерде енді қымбат үй болғандықтан баға бұл кісілерге қатты маңызды емес. Жұмыстың сапасы маңызды. Енді өзіміздің қазақтың Қарадамбұлақ жігіттері осындай техниканың көмегімен, осындай оборудованиенің көмегімен осындай квадратураны істеп жұмыс істеп жатыр. Бізде өзімізде кішкене ішімізде кішігірім мақтаныш, өйткені Алматы қаласындағы ең қымбат үйлердің тұрғын үй кешенінің бірінде біздің Қазақстанда жасалған алғашқы штукатурный станциямыз Окси G3 жұмыс істеп жатыр. Біз Жанболатпен бір кішігірім сұхбатымызды жасап жүрек. Штукатурмен айналысып жүргеніңе 3 жыл болып қалды, иә? Бұған дейін қандай агрегаттармен жұмыс істедіңдер? Сол, мексиканский, сонда отырып. Ол агрегаттан не болды қазір, қайда? Өзі керек емес қой, мынау ғанды зачем дейсіз? Енді отандық өнімді қолдау мақсатында деп ойламаймын, бірақ ол агрегаттардың
қосалқы бөлшектері табылмағаннан кейін, сервис болмағаннан кейін мүмкін, иә, ары қарай өмір сүруін тоқтатқан шығар, иә? Ескіргеннен кейін бәрі керек емес болып қалған негізі. Бұл агрегатпен сіздер бір күнде қанша квадрат метр жасап жүрсіңдер? Әртүрлі ғой. Жұмыс болып тұрған болса жақсы. Тоқтамай істегенде мысалға бір күнде қанша квадрат? 200-300 квадрат. 300 квадрат, иә? Қанша адам сендерде қазір? Қазір 4-міз. 4 адам, иә? Негіз бұлай қарасам 3 адамда жеткілікті сияқты? Не үшін 4 адам? Бір адам аппаратқа материал салып тұру үшін, бір адам шашады, 2 адам артынан тез-тез тартып кету үшін правило. Сосын анау жер не үшін ауа шығып болды, түсінбедім, басқа жерлердің бәрі нормально, именно сол жерде ауа шығып. Өзінің тесіктері болады, сол тесіктерден шығады ғой ауыздық. Ол ничего, көбілме қырып, үстінен гүлсек ұрылатын. Демек 300 квадрат ол толық біткендегі 300 квадрат па, жоқ әшейін шашып осылай тартып кеткеннен кейін тағы да 300 квадраттың үстінен тағы да жұмысы бар ма? Бар тағы да. Гүлсекка бар. Үстінен шпатын, жағы шпатын. Мына арасында қалған жерлерде, правиладан қалған жерлерде бір тесіктерді сол жауып. Монолиттің өзінде мына мысалы үшін ондай тесіктердің ішінен сол ауа шығады да. Жалпы агрегатты су ауасынан басқа барлық жер дұрыс, иә? Тек желін азайту үшін біз 2 компрессор қойғанбыз, шамасы жетпей қалмас деп. Демек бір компрессорды алып тастықта бола береді сияқты ма? Жоқ, онысы по-моему білмеймін ау. Әсірі қала ма? Сәл кішкене, негіз кішкене ғана ғой, ауасын кемейді. Енді агрегатты қарап, күтіп, жаңа ұстау туралы, жуып, шайып, тазалау туралы не айтасың? Сендерде жаңа көргенім колбы 600-де тұрды, иә, судыкі. Сосын бірінші жаңа қосатын кезде қатық болды, смес толтырып сап тастаған екесінде бірінші сухой смес түсіп кетті ішіне, иә? Негізі жуылып, шайылып, дайын тұрған аппарат еді. Егер шнек қатық болса, қанша уақыт алады тазалау? Шнек қатық болатын болса ғой, оны тазалау өте қиын. 1 сағат уақыт ала ма? 1,5 сағат алады. 1,5 сағат қателік кешірмейді, иә? Ашу өте қиын. Шнек жиі қата ма сендерде? Жоқ, бір рет болды. Жоқ, негізі қазір бірінші рет болды ғой бізде. Бірінші рет қатты, иә, жаңа, иә? Бірақ жылдам тазаладыңдар ғой? Жоқ, бұл негізі қатып қалған емес ол, просто шнектің ішінен сухой кетіп қалған. Егер қатып қалатын жағдай болатын болса, ол онда 1,5 сағат уақыт алады, иә? Иә, негізі істеткені адамға да байланысты керек, жаңа шнектің қату-қатпау. Тәжірибесі бар адамдар негізі қатырмау керек, иә? Оны өйткені бірінші су айдап алсаң болды емес пе? Жұмыс біткеннен соң қолын тазалап, дайындап, шайып, ертеңге дайындап қоямын. Мына аппарат тасыған кезде осы 4 жігіт таси бересіңдер ма этажға? Иә. Ауыр емес пе? Негізі арт жағы ауыр, алды жеңілді. Біз келесінде анау компрессорлар бөлек алынатын қылып жасап қойдық да. 2 компрессор де бөлек кетіп жүрсін. Анау кішкентай болғанмен ауыр салмағы. Іші толған мет қой оның. Ауыр ба? Амалдап жүрміз ғой. Басқа дөңгелек бір корпус жағынан проблема жоқ па? Жоқ. Идеальный бар. Онда жақсы рахмет жігіттер, жұмыстарын жүрсін, еңбектерін жемісін көріңдер. Біз қазір анау жаңа май қойылған жерде штукатуркілем дайын болған бөлмеде тұрмыз. Бұл жерде мына жер монолит бетон қабырға, мына жақ қызыл кірпіш. Ең бірінші монолитке де қызыл кірпішке де бетіне бетонға контакт жағылады, қызыл түсті болып тұру, бетонға контакт жағылу керек міндетті. Әйтпесе бұл қабырғаға жабыспайды, кейін түсіп қалуы мүмкін. Содан кейін осылай жағып алғаннан кейін, кепкеннен кейін бетін тағы да бір сұйық етіп гипспен бір жағып өтеді екен, шпательмен бетінен. Содан кейін барып ары қарай лифкаш жағуға болады, немесе білмеймін ары қарай не істейтін. Декоративный штукатурка жасай ма ары қарай сатып алған адамдар өздері білетін болу керек не істейтін. Қазір Алматы негізі қысы өте қатты суық емес, сондықтан Алматыда құрылыс саласы қыста да тоқтамайды. Қазірдің өзінде күн кішкене суыды, минус температура жоқ, бірақ та осындай салафандармен терезелерді жауып, бекітіп, содан кейін осындай пушка қосып қойған екен. Температура әрине маңызды. Бұның уақытында кебу керек. Аяз болса, бұл нелер қатықпаса, онда дұрыс болмайды, кейін қайтадан түсіп қалатын болады. Міндетті түрде плюс температура болу керек бөлмеде. Біз енді уақыт тығыздығына байланысты өзіміз кішігірім видеомыз түсіріп кеттік осындай YouTube каналымызға арнап. Бірақ та штукатурканың жаңа шашып, құр тартудан басқа өзінің
майда шүйде қыр-сырлар болу керек. Мысалға, не үшін маякты осылай көлденеңнен қояды, правиламен қалай жағу керек, қанша уақыттан кейін астын үстін жағу керек, не үшін ортасын бірінші жағады, маякты енді сол сияқты бір майда шүйде нелерін енді ары қарай жұмыс барысында үйрену керек шығар. Бізде айта кетейін дегенім, мынау штукатурный станциялардың қозғалтқыштары бұйырса өте жақын уақытта келеді, бір 1-2 аптаның көлемінде. Аз уақыт қалды. Оған дейін сіздер алдын ала тапсырыс беріп 10%-ға дейін жеңілдік ала аласыздар, және де штукатурный станция келгенше жұмыс объем тауып қоюларыңызға болады. Сосын адамдарыңызды, жұмыс істейтін адамдарыңызды дайындап, біздің офиске келіп, қалай жұмыс істейтінін үйретіп, содан кейін біздің сатып алған осындай клиенттеріміздің жұмыс істеп жатқан жеріне барып көрсеңіздер де болады, қалай жұмыс істеп жатқанын. Егер сіздерге түсініксіз болған жерлер болса, сұрақтарыңыз болса, төмендегі номерге хабарласып, біздің менеджерден толыққанды ақпарат аласыздар. Сол онда сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше. Сіздермен бірге болған Oxyprop компаниясы және мен Қуанбай Ерназар.